Баршаңызға қайырлы күн. Егер де сіз балық сататын жерден көлемі осындай ұсақ балық көретін болсаңыз, оны алудан қорықпаңыз. Сол балықты алуға тырысыңыз, себебі бұл балықтың ерекшелігі өте көп. Ең алдымен өте тез тазаланады, оңай тазаланады, пісуі өте тез және де дәмі деген ерекше болып піседі. Дәл осы видеода мен бұл балықты қалай тазалау керектігін, қалай қуыру керектігін барлық құпиясымен бөлісетін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл балықтың сыртында ешқандай корчик, ондай ештеңе болмайды, оны тазалаудың қажеті жоқ. Көлемі осындай бір пышақтың көлемімен бірдей. Ең алдымен осылай балығымызды аламыз, содан кейін балықтың төмен жағында осындай бір линия жүреді. Сол линия бойынша өткір пышағымызбен линиямызды жүргізіп, балықты кесіп алатын боламыз. Кесіп алғаннан кейін бас бармағымыздың көмегімен балықтың ішіндегі ішек қарнның барлығын сыртқа шығарып тастаймыз. Тазалау өте оңай болды. Осымен ішінде ешқандай қалдық қалмайды. Және де тағы бір ескере кететін жайт, осындай балықтардың ішінде қара корчикісі болады. Сол корчик пленканы алып тастау керек. Бұл пленканың дәмі өте ащы. Егер бұны алмайтын болсаңыз, жаңағы балыққа ащы дәм беріп тұратын болады. Алып тастағандарыңыз дұрыс. Және тағы бір ескере кететін жайт, бұл балықтарды көп ұзақ сақтауға болмайды, және де сақтаған кезде де холодильникте сақтауға болмайды. Бұл балықтарды осылай тазалап болғаннан кейін ең алдымен бірінші тұз сумен жақсылап жуып аламыз. Содан кейін қалған үшінші, төртінші ретте жай ғана салқын сумен жуып аласыздар. Жуып алғаннан кейін бұны кесудің, бұршалаудың ешқандай қажеті жоқ. Осындай бүтін күйінде беті жабық контейнерге салып, салқын жерге қойып қойсаңыздар, сақтала береді. 2 күннен артық сақтауға болмайды. Өздеріңіз білесіздер, балық көп ұзақ сақталмайды, тез айнып кетеді. Сондықтан да осылай мүмкіндігіңіз болса, тазалап болғаннан кейін сразу қуырып жеп тастау керек. Мендегі екінші балық сіздерге көлемі шамалы кішірек балықты көрсетіп жатырмын. Оны да дәл осы әдіспен тазалайтын боламыз. Көлемі неғұрлым кішірейген сайын тазалауда өте оңай және де тез болатын болады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл балықты тазалау өте оңай, тез. Барлығын тез тазалап тастайсыз, және де жұмысыңыз оңай болады. Ал үлкен балықтарды алатын болсаңыз, ол балықтардың сыртын жаңағы корчикілерін барлығын алып, кесіп, осындай ішек қарнын алып, оны боршалап, бөлшекке бөліп, көп уақытыңыз кетеді. Осы балықты алсаңыз, уақытыңыз да тиімді болады, тез бәріне үлгеретін боласыз. Және де бұл балықты қатты тұздаудың қажеті жоқ. Егер қатты тұздайтын болсаңыз, балық өте ащы болып кетеді. Шамалы ғана тұз себу керек. Менде мына келесі балық тірі балық болды. Себебі жолдасым бұны енді көлден ұстап келген бойда мен тазалауға кірісіп кеттім. Енді осылай барлығын тазалап болғаннан кейін үстіне шамалы тұз себіп араластырып, где-то 1-2 сағатқа қойып қоямыз, тұзы сіңгенге дейін. Содан кейін осындай табамызға, арнайы балық қуыратын табамызға майымызды, керек мөлшерде майымызды құйып аламыз. Табаңыз антипригарный табаға балық қуырудың қажеті жоқ, себебі балық қуырып бітем дегенше жаңағы антипригарный табаңыз қарайып кетеді. Одан кейін оны не қырамайсыз, не химический средство жағып тазалай алмайсыз. Сондықтан да осындай арнайы балық қуыратын ыдысыңыз болған дұрыс. Менде мынау арнайы балық қуыратын ыдыс, содан кейін түрі қаралау шамалы. Содан кейін жаңа майымыз қатты қызғанда, осылай балығымызды ондай ештеңеге аударудың қажеті жоқ. Жаңағы тұздаған күйі осылай майымызға салып қуырып алатын боламыз. Бұл балықтың бір жағы примерно 5-6 минутта піседі, бір жағы 5-6 минутта, в целом балық 15 минутта қуырылып піседі. Енді ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Егер қатты қызартып қуырамыз десеңіз, шамалы осылай аударып, шамалы ұзақ уақыт ұстайтын боласыз. Мен мысалы осы балықты мына бетін 5 минут, мына бетін 5 минут, 5 минуттан 20 минутта қуырып шығардым. Мұнда мен жолдасыма көмек сұрадым, аударып көмектесіңізші деп. Өзім сол сәтте видеоға түсіріп алдым. Осылай 20 минут, 15 минуттың көлемінде балық дайын болып шығады. Егер мен ұсынған лайфхак ұнаса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар.